Жақшылықты таңылы қару көречілеріз федерал көрілмені сүрлі күн ұлалтат. Сілерге Амрил Качин афиштейді. Тышқары Тулан айдың кетінші күні. Жасының келгенін керілеп тұрған байрамға 10-10 жүқтады сте, ол ертен бүгін телекейде не болып тұрған көріп ектір. Тетірлерге бүтсе бүгін уроктордың қачарының күні. Қандай мақалы керек деп школшылар айдар болбой, қажыла жан кежі бірді қатап, мұндай қылықты еткен болыр. Уроко белеттенбеген болзо, қазір үредіші болзо, те шылтақ бір белеттенбегені. Білгірлерінде алаңзы жоқ кежі ненен қорқыр. Оның үшін мұндай күн бар да болзо, уроктың қачарында тыңла жақшы неме жоқ. Ечіде тергенің солындар. 2023 жылда Қошағаш аймақта чума орайынша айылға қандай болыр. Тергебісте жоболдың табылғанла елбегенін жарларына вакцинация башталды. Прививканы 17 мұнан ажыра олысалар, нені үшін вакциналары тян ұчырлыла оны қайдан алар керегінде еші көрілме. Прививка ачу емесле жаман салтарын жетірбейді. Оны тере үстіне салып жат. Кейінен ұлыстың едіғаны жоболға бір жылдың дұрқылына ұдырлажар иделі болыр. Процедураның озы ежілері, температуралы давление кемдері, озы оруған жоболдырла алған прививкалар керегінде сұрақтар. Жаңжықаныла вакцинацияны баштаарына Роспотребшіртүүлі чумала ұдырлажар станцияның ішчілері дептігін. Чуманың ар бүткендік очоғы Қошағаш аймақ штамды елбедіп тұрғандарла инфекцияның дарқадачылары ичегенді дындулар. Олардың кезігі Моңғол жерінен келет. Тұрғыза үйді туылу Алтайдағы очоқ Россияда 11 анды жерден ең идел үзі болот. Бұжыл чума айынша прогноз жақшы емес деп специалистер демдіктейді. Күнділі дерлештерлер біздің республиканың айылшылары біздің дергебісте чума орыдан өткөрер иш башталған. Вакцинация ол жоғы шоғырлардың қорыланатан ең артық арға депсілері білерер. Қошағаш аймақта жадып тұрғанындарға мұндай вакцинация жылдыңла елбеде өткөріледі. Анайды Қошағаш аймақта иш айынша жүріп тұрғандар емезе аймаққа амырап келгендерге прививка тұрғыстырар ұчырлы. Албатыны чума орға тағбартпазын деп Қошағашта жатқан ұлысты вакцинацияла оғы қошты өскөде профилактический іштер өткөріліп жат. Чума орғандардың 5-10% ожығылап қалады. Орта чақтарда ол ору миллиондар тоғылу ұлыс қырған. Оның үшін иммунизация ол жоболдың табылғанынла елбегенін жарларына жақшы епарға. Оны Қошағаш аймақта 2 жаштан ала 10 ел жон алар ұчырлу. Жаратпастар дозында инфекциялықла емделбес орылардың дыңыры, барлу болзалы емізіп тұрған өй. Онойда оқ вакцинацияны аймақ жар жантайын жорықтап тұрған улус алар керек. Специалистердің жаштағаныла прививканы ар бүткендік очоқы барардан 15 күн озо салдырза жарамықты. Оны республикан емчіліктің поликлиникасының 301 қыбында едет. Ол емезе Қошағаш аймақтың емчілігінде. Айғанат Бұрмалов, Анастасия Кукочина, Байрам Алушкин, Сүрлі күнге. Башқа қалық, башқа байрам. Қажылы орында бойының ең қайқамдиық байрамдары бар. Кемде ондай байрамдарды қорқымшылы деп айдата, кемде тілбіркеп жақшы көреді. Ечіде Саша Конышева телеке ішінде ең қайқамдиық байрамдары керегінде қуытшындар. Байрам деп сөз ұғылса, кішінің күн саназы көдірілет. Ке олар башқа болып жат, күзін башқа. Бүгін біз кер телекейде қандай қайқамдиық байрамдар барын қарап көректер. Галстуктың күні, тілбілі байрамды пел жон айды жат. Үрген айды 18-ші күнінде Хорватияна оромдарында қызыл галстуктарлы солдаттар тұрат. О тяңжығыны жан енші деп Хорватияның ел жон айдып, бұл күнде байлайды. База бір жылбілі ұшырал, 2003 жылдай байрамға ұшырлай Пуля деп гораттың амфитеатрын қызыл галстукла пулағандар. Ечіде байрам сырдың ярыжы. Жастыры ұқпағанар сырдың ярыжы. Көк айдың 29-ші күнінде Англия жерінде тян марған өткірілет. Ондо бейік қырға ел жон шығып, болчоқ пұштақты толодот. Кем ол сырды меңдеп тұдып алар, ол кежіге сый етіште тұдып алған пұштақты берілер.
Оның ары барып тядыз Хаккада Мацури Тёпон дердің байрамы. Қочқор айдың 18 күнінде эр улус жылаңаштанып, қаланың ішілі жүгірет. Жол тегінділі емес. Ол күнде Тёпон улустың чүм жаңылы кижи ауыртанар күн. Онойда жүгіріп елі соқсуға керет. Ол байрамда үй улус ас тұржат. Тен ен айдар қайқамдық. Қалған чызында білсіндердің барғаны. Кичи үзі айдың 9 күнінде Италия жерінде ол байрам өткірілет. Мұнда 2 командаға элден бөлініп, апельсиндерлі адыжат. Кемді апельсиндерлі чабыжып ойнайд, а кемді садуна апельсиналарға ақша мана түрейд. I do not think this is going to end anytime soon. There's so many oranges everywhere. The streets are absolutely drowned in oranges. Нені айдар тілбілілі қайқамдық. Бұл байрамдар керегінде элден нені сананып тұрған ұғып көрәктір. Сілер білер әрбі сырдың жарыжы деп байрам барды. Енді байрамда мен ұқам, телевизордан ұқтыртам. Қайда да ол, наверное, Голландияда бата, қайда да анды байрамды иследірін бол бұл, сырларға ұчылдай. Анды байрам бар, ұқам болғам, ғайынды жерде боқтырын білесің. Евлер, біздің орында анды байрам үткірілген болса тұржар едәрбі, темдекте желі бұл қырдан сырды толадып ойнаған болса элден. Жоқ, мен сананзам, біздің Алтай албаты құрсақ ойына бас, оны жерге салып не долататын. Ол жаман ойын, айып сырлай, аш құрсағым жерге долатпас. Мен әнді ойында дұрышпас едім. Әнді байрам өткірген болса дұрышпа, не дұрышпас едім? Görürün de görürüm, ade ne жүгірерін жүгірбес. Дұрыш көререйдім, ол тілбілі байрам санан тұрым. Тёпон жерінде қайқамдық байрам бар. Ондо эр улус жылаңаштанып, қаланың ішілі жүгірет. Анды байрам бізде болған болса, анды байрамды сілер қанай көріп жадар? Арайла жарабас болбы, ир кижи, үші жылаңаштана ала, айт жүгірер ороның ішілі. Анда бала барқалар да бар, улуста жан улус көрчедер. Жоқ, анды байрамды мен жаратпай дұрым. Білбейдім. Дем бұған не қамжыл сұрақ? Қанды сұрақтар сұрағаза? Әнді байрам ішті, біздің жерісті әнді байрам жарабас ол ұлыстарға. Апельсиндердің барғаны барды дер әрбі. Сілер санансар ол не байрам? Байла ол апельсинді үзіп тұран жерде ең жан апельсинші дағанынан ұлан байрам етер бедіп санан тұрым. Сен андыла болбайсын, ол тұлу жерлердің байрамы болбайсын. Санансам ол апельсиндерлі чубалажи ойнап, апельсиндерлі ойнап тұран. Жоқ, бодын. Апельсин барғаны бізі ол мандариндерлі атыштырын ойын олды. Краскалар, бір фестиваль красок тұтырымды байрамда. Байрамда элден бой-бойлы апельсиндерлі чыбалап чабыжат. Сілер санансар ол қайқамдық бай? Те бұған айтқан албаты, тот жылаңаш жүгірі тот апельсине чабыжар. Жоқ, қайқамдық бұл бәе біздің жерде ұлысқа ойта қағын жет конкурсағыл ойта қайчабыжып ойнажар. Менге ол қайқамдық, мен оны жаман көстірім. Көп жерлерде ойнап тұрам ол бай анай? Апельсинде кіші қайып ойнар, ол құрсақ та кіші мағайзынан барала зарплатасын оға беріп, стипендиясын беріп, оны жер болып оқтырарға нетет, ауыл самына чубалаштып, аны чақчарға де ол башы қандиян деп байрам. Анда қайқамдық күмә жоқ, басқа ұлыстар нәлі болса атышат, қайда болса байрам бар. Оның үшін қайқамдық күмә жоқ. Адақыда нені айдар, телбілі байрамдардың тоғызы сүрекке көп. Келер тізімде база башқа қайқамдық байрамдарды телбіркеп көреріз.
Алтай республикада жөн жүрүмдүк уламжыда иштеп тургандардын тозу муңдар толу. Олордун бир бөлүгү жан жаштууларга ла кене кылыска болушат. Эчиде көрүлмөй бул уламжыда 20 жылдан ажыра иштеп келген Лидия Мегедина керегинде. Эште таңнан ала Лидия Мегедина бут кырында деп айтса жастыра болбос. Жан жүрөктүү, жондук ишчи, соқты соқ дебей, шурганды шурганда дебей, кичеп турган жандарына меңдейт. Озалы баштап саду жерине кирип, темдиктеп алган аш курсакты алат. Онун керектүү эм дусту садыбаларга аптеканы табарат. Бу жантайына бүдүрүп турган иштердин эң учурлуусу. Жан жаштууларга суу кадыгынан арга кирези, ас улуска ажаруу эдери жөмүлтө болуш эткени жан домжи. Тургуза үйдө Лидия Мегединанын кичемелинде 12 киши, эң эле жан жаштуу карганак 9 жетилүү. Кемди де бир нежеледе бир кадап көрөргө келишип турган болсо, кандай да улуска бир күн бажнаңла барар керек. Жөн жүрүмдүк уламжызында Лидия Тобоковна 20 жылдан аштык иштейт. Кажыла жан жаштууга жан жүрөктүү эпши меңдеп келет. Кажыла кишиге анчадала жаажы жанай берген улуска ажаруу керектүү эмес. Тагемде де жылуу сөздү эмдейт. Кучундашып да ийгенде күргөгүскө де жеңил боло берет. Соцработниктер мен уже 20 жылдан ашыра иштеп жатам. Мен данный момент менде 12 киши, 12 постараться эти жан жаштуу, одинокий, улус инвалидтер. Курсагын экилип жатсы, эм тусын, субсидияларын оформляем, коммунальный төлөп жатсы. Ну, нени сурар онлай жатсы. И драның için все уборка, чистотасын тут жатсы. Аруче кетире. 130, 86, 94. Так-то ничего терпимо все. Надежда Казакеновага Лидия Тобоковна жантайына келип жат. Балдары рахта жанында эмес. Бутагы жоболдон улам жаңысканга күчкө келишет. Меге 6 жаш. Менин фамилиям Казакенова Надежда Михайловна деген киши. Экинчи группа инвалидности. 20 жыл оруп жатырым. Ревматоидный полиартрит менде. Буду колум иштебей калган, арайнаңна басып жатырым. Менде социальный работник деген киши бар, Лидия Тобоковна. Вот ол киши меге күнүңнө күнүң келип жат. Ончо болуш жат, алдың ишин ончо ол киши жат. Магазин бар жат, аптекага бар жат, эм ал жат. Барала врачтар чыр жат, больницага бар жат. Больницанан после выписка экилчет алдон. Бала бархам рахта, мында акчашталар эмес, 2 жан улум бар. Бүрүсүнө 34, бүрүсүнө 25. Те ол балдар меге материально помогать деп жет. Кандай эле үйдө болушка келерге белен болгон жан жүрөктүү ишчилер. Олор эмчинин де, айылдагы болушчунун да молжуларын бүдүрөтүп темдектер керек. Жөн жүрүмдүк уламжызында узак жылдарга ирчимдүү бүдүрген ижи үчүн Лидия Тобоковна Мегедина быжыл президенттин буяндуу бичигин алган. Бу кайралга ишчи сүйүнөт. Жакшы эткен керегин ойто кайра 2 кадапка көп болуп айланып келер. Тургузал үйдө бу мындай каруулуу жөн жүрүмдүк уламжызында 1 мыңдан аштык улус ирчимдүү иштенет. Арна Монголова, Анастасия Кукотина, Денис Тадыкин, Сүрлүү күнгө. Ожоң биделе ойноткунун күзі. Корналтай қаланың 95 тяжына учуралган балдар жайылта жайындык деп концерт эл театрда өткөн. Ондо қаланың күйлүк школдарынын үйренчиктери турушты. 300-тен ажыра жайылталар Алтай албатылык чүмдемелдерден ала өскө орондордун классикасын көргүстүлөр. Сүрекке жараш ойын концерт, тулы Алтай жит жайылталарла байлық. Бу күнде эл театрдың сценасында төс қаланың жарқындулы жайындық балдары жуылған. Гитара, чурана, топшур, пианино, көп сабабалдар башка-башка ойнатқаларды жараш күйлерлі үнделтіп билер. Те
Эми мынай дойнорго жаңысла жайылталуу болор керек эмес. Ондо жаантайын тазыктырууларга жүрүп, ченемелин жанадары учурлуу. Бу концертке үйренчиктер тың белетенген. Алеся Ерелина бүгүнкү концертте хордо турушкан. Титуржачыны эне дазы көрөргө келгендер. Бизге концерт коркуштуудун жараган. Бийик күн саналуу жанып жадыс. Онойдох балдардын үйрөтүүчүлөрүнө жан буян айтып жадыс. Ада энелердин адына. Жан юбилейлык то. Улалуу журтка кала деп ат бергенден 95 жыл өткөн. Бу концерт огу чурлай өткөрүлгөн. Кожоң биде театрал оюн көргүзүү. Чайковский, Гайден, Тазыяков. Классикалык ойноткуларла кожо Алтайда ойноткулар. Онозы көрүүчүлөргө сүрөккей солунла жилбилүү билдирилет. Күчүлөрдүн ийрелүү дирижер Владимир Кончев башкарат. Көрүүчүлөргө оркестрдин оюну чындап да жилбилүү эдип тургузулган. Олар кажыла кожоңду сонуркап угат. Орты жараган оюмдун болчомунда турушкан баштапка атап. Осты яноларға бұян айтып жатыр, балдарға. Жүрімді баштапқа атап көріп жатыр, мұндай концертте. Балдар жаялта жаяндық деп Пүлекер қаланың күйлік школдорының башчыларыла дөзөлгөн. Бұл проект көп культураның ишчилеринен адяру алған. Ичиде сценада 300-тен ажық туржачылар. Жайындық житердің жараш күйінің табыжы бір сағышқы келет. Алтай Республиканың кендігінде келер өйде бейі камадулар бар. Адақыда баштапқылы екінші күйлік школдардың ветерандарын күнділеп қайралдағандар. Бұл концерт жылдың Горно-Алтайск қаланың чыған күндет көрілет. Қанша жылдар тұрқынына қаланың күйлік сұрғалдарын 2000-нан ажы житер түгескен. Көп сабазы жүрімен күйлікла қолбоғын. Саша Конышева, Кристина Моткина, Елена Шнейдер, Аржан Сарин сүрлігінге. Үрөдлік ұстардың неделezi деп адалған терге көрі бейкемінде өткірілді, оның тұрылтазылы Лора Тайлунова таныштырар. Кажыл-ажыл өткөрүлүп турган көөрүнүн жеңүүчүлөрү адалды. Ого учурлалган жуунда Тергебистин үрөдүлө билим министри Ольга Саврасова 2023 жыл президенттин жөбүлө үрөдүчүнүн таскадаачынын жылы деп демдектеп, мындай көөрүлөр ол бу улам жылы иштеп тургандардын ченемелдери эле үйлөжөр ачык площадкалар болор деп айтты. Алтай Республикада жылдың үрөдүчүсү, Алтай Республикада жылдың таскадаачысы, кижини таскадаары ичкери алтам, жылдың узы ла үрөдүлүктө баштапкы алтамдар деп аталган уламжыларла өткөрүлгөн көрүүнүн жеңүүчүлөрү. Эң артык үрөдүчү деп ат үстүгү оймонун школунан Виталий Казаченкога табыштырылды. Эң артык таскадаачы Горно-Алтайск каланын 7-чи таңмалуу болчомдордун туразынын таскадаачысы Яна Тадыковага. Кижини таскадар Тергебистин классикалык лицейинин үрөдүчүсү Иркелей Иртаевага, үрөдүлүктө баштапкы алтамдар Турачак аймактын Сейка журтунун школунун үрөдүчүсү Ольга Дьяковага, ичкери алтам Горно-Алтайск каланын 13-чү таңмалуу школунун психологу Ирина Афанасьевага, жылдын узы уламжыла Көксөз аймактын техникумунун мастерине Виктор Басаргинге берилди. Лора Тайлунова, Елена Билбекова, Байрам Алышкүн сүрлүгүнгө. Суғадық жүрім чанала жеңілар спортты жарлы үйдері Көксөз аймақта жаңжығы болып қалған чанна жүгірешлі марғандар өтті. Мероприятие муниципалитеттің 11 жұртын аңыла жанында Ғаноз аймақтың спортшыларын жуған. Стартқа чыққан спортшылар 7 жаштан ала 7 жашқа жетіре. Эстафета жаңжыққаныла биатлон бүдімлі өткөнін демдектер керек. Тебу тартыжылар дегенде емес, ол экологиялық тертамал уламтилу марғандар. Оның үшін ончозы үренішкен таңмаға адарына ордына спортшыларға Тулы Алтайдың тыңдулары айынша сұрақтар берілет.
Қару жастыра болзы ежілерлі штраф. Үзері дүгірер дерге күру қожылады. Қадындағы Биосфер заповедник бұл марғанды 2016 жылдан ала өткірет. Жылдыңла мероприятие түйіскіре тұржачылар жүрд. Атанду, түңір, қорымду. Біздің амадуғыз жан жаштуның спортқа тазықтырары, спорт ажыра ар бүткен қорыйтан сұрақтарға жүқтадары, ар бүткен қорыйтан аңылу жерлерле таныштырары. Бүгін жаңысламарған емес, жанайда оқ, башқа экологиялық площадкалар іштептет. Текші толы Көксөз аймақтың 11 жүртті экологиялық уламтылу марғаның яантайын тұржатшылары. Бұдел үзері қанозы аймақтың спортшылары оға қожылған. Текші 100 пежен кежі. Олар ортада спорт сүйікшілерді анайда оқ ченемелді де дейіз профессионалдар бар. Мен екінші кластан ала заповедный ұжняға тұрым. Жаңысы призовой дерлер ауттадым. Менің үредічім Зинаида Байрымовна ұжыға үйреткен. 5-ші классқа кетсем, база тұру жарым заповедный ұжняға. Пастыра таңына 16 медалла Ерулыстың лепшілердің өміліктері ортада 2 кубок ойналған. Спортлот яңы білгерлер өме-дөме. Марған ішінде қадындағы биосфералық заповедник экологиялық тепсеңдер іштеген. Қажыла күнзеген кежі экология анчы бойның білгерлерін женеп, яңы детүрлер алар арғалу болды. Сүрлігінің өйімінде ұшына шығып келді. Сілерге Амырил Қачынов іштеген. Жақшы болсындар.